өзімді қалай жақсы көрсем болады, өзімді қалай қабылдасам болады деген көптеген оқырмандарымның сұрағына жауап. Біз өкінішке орай осы соңғы кезде бүкіл әлемді жақсы көруіміз мүмкін. Айналамызда адамдарды, күйеуімізді, балаларымызды бәріне жақсы көңіл аударған болуымыз мүмкін. Соларға 100% көңіл бөліп, өзіңді ұмытып кеткен болуы мүмкін. Сол үшін өзіңді қабылдамайсың, өзіңді жақсы көрмейсің. Өзіңді жақсы көру үшін бірінші, ешқашан өзіңді өткен қателігің үшін жазғырма. Өткен қателігің үшін өзің кінәлама. Өткен қателігіңді өзің бетіңе басып, өзіңді жазғырма. Екіншісі, ешқашанда өзіңді жамандама, адамдармен қосылып. Негізі менде де осындай бар, негізі менде осындай минустарым бар, или мен толықпын, или қалай тағда. Мен онша емеспін деп өзіңді жамандама ешқашанда. Ешқашанда өзіңнің тарапыңа критиковать етуге біреуге де жол берме, өзіңе де жол берме. Үшіншісі, өзіңнің не қалайтыныңды, жаныңның нені қалайтынын, өзіңе не ұнайтынын зертте, қара, өзіңе көңіл бөл. Және де өзіңді дамыт. Оқы, кітап оқы, жақсы подкасттар көр, білімді подкасттар көр, тыңда, өзіңді дамыт, без конца өзіңді дамыт. Одан кейін төртіншісі, ешқашанда біреудің мнениесін сұрама өзің туралы. Мысалға, біз көбінесе өзіміз біреуге соны рұқсат береміз, өзіміздің тарапымызға кіруге, өзіміздің шекарамызға кіруге, өзіміз береміз негізінде. Ол қалай десеңіз, өзіміз сұраймыз біз біреуден. Маған қарашы, мына киім қандай болып тұр, болмаса мына шашым қандай болып тұр, маған жараса ма, осындай прическа маған жараса ма, или осындай шашым цветке бояйын дегенім сол маған жараса ма, осындай киім маған жараса ма деп өзіміз сұраймыз елден. Одан кейін біздің тарапымызға қарай жұрттар онша емес негативный ойларын айтса, біз ренжиміз, и содан сынып қаламыз көбінесе. Самооценкамыз құлап кетеді. Өзіңізді жақсы көргіңіз келсе, өзіңізді бірінші орынға қойғыңыз келсе, онда елдің мнениесін өзіңіз туралы сұрамаңыз. Өзіңізге не комфортно, нені қалайды, сіздің жан дүниеңіз. Қандай прическа жасағыңыз келеді мысалға. Қандай киім кисеңіз өзіңізді комфортно сезінесіз, болды, все. Елдің мнениесін сұраудың қажеті жоқ. Осы 4 нәрсені жасаңыз. Біріншіден, өзіңізді өткен қателіктеріңіз үшін жазғырмаңыз, жазаламаңыз. Екіншісі, өзіңізді жамандамаңыз, критиковать етпеңіз. Үшіншісі, өзіңізді дамытыңыз без конца. Век живи, век учись деген сияқты өлгенше өзіңізді дамытыңыз. Төртіншісі, өзіңіз туралы жұрттың мнениесін сұрамаңыз. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.